Қайырлы күн, құрметті оқушылар, ата-аналар. Келесі сабағымыз қазақ тілі, екінші күн. Сабақтың тақырыбы етістік. Оқу мақсаты: мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау. Мұғалім көмегімен жеке сурет, сюжетті суреттер арқылы шағын сипаттау, әңгімелеу мәтіндерін құрап жазу. Кәне балалар, өткен сабақ бойынша мен сендерге сұрақ қоямын. Сендер жауап беруге тырысыңдар. Ал олай болса, кеттік. Қандай сөз таптарын білеміз? Зат есім дегеніміз не? Қандай сөз табын етістік дейміз? Етістіктердің сұрақтары. Тамаша, жарайсың. Келесі әдіс ой қозғау әдісі. Балалар, суретке назар аударамыз. Суретте көктемде табиғатта қандай өзгерістер болады? Сол туралы шағын әңгіме құрап жазайық. Мәтінді көңілді көктем табиғатты ұйқысынан оятты деп бастап жазу керек. Суретте қандай құбылыстар көріп тұрмыз? Иә, дұрыс айтасыңдар. Ендеше қандай мәтін шықты? Көңілді көктем. Көңілді көктем табиғатты ұйқысынан оятты. Қар еріп, ағаштар бүршік атты. Құстар жылы жақтан ұшып келді. Жан-жануарлар ұйқысынан оянды. Тамаша. Келесі ойын тез тауып бөгелмей айт ойыны. Кәне балалар, тезірек етістіктер тауып ойынымызды жалғастырайық. Жарайсыңдар балалар. Келесі әдіс ойлан тап әдісі. Берілген заттардың бәріне ортақ етістікті тап. Балық, кеме, үйрек. Балық не істейді? Кеме не істейді? Үйрек не істейді? Дұрыс айтасыңдар, әрине жүзеді. Келесі бүркіт, ұшақ, инелік. Бүркіт не істеді? Ұшақ не істеді? Инелік не істеді? Ұшты. Керемет, жарайсыңдар. Келесі жаттығу. Сұраққа жауап жаз, қорытынды жасап көр. Бұл етістікті білдіретін түбір сөздер. Сөйле, оқы, жаз, кел, жан. Енді осы түбір сөздерге сұрақ қою арқылы қандай өзгерістер байқаймыз? Қарайық. Мысал ретінде. Не істеді? Тасыды. Не істейді? Тасиды. Не істеді? Тікті. Не істейді? Тігеді. Жарайсыңдар балалар. Демек, қандай қорытындыға келуге болады? Бұл жерде түбір сөздерге сұрақтар қою арқылы жалғаулар жалғанады. Және жалғаулар сұрағымызға қарай жалғанады. Ендеше сұраққа жауап жазып, қорытынды жазайық. Сөйле. Не істеді? Сөйледі. Не істейді? Сөйлейді. Оқы. Не істеді? Оқыды. Не істейді? Оқиды. Не істеді? Жазды. Не істейді? Жазады. Не істеді? Келді. Не істейді? Келеді. Не істеді? Жақты. Не істейді? Жағады. Керемет, жарайсыңдар балалар. Сонымен балалар, сабағымызды қорытындылайық. Етістік дегеніміз не екен? Етістік дегеніміз заттың іс әрекетін, қимылын білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістіктерге қайтты, не қылды, не істеді деген сұрақтар қойылады. Алақай, жарайсың, сен барлық тапсырмалардан сүрінбей өттің.